Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода сіздерге шайдың зиянды жақтарын айтатын боламын. Ендеше видео басталмай жатып, лайк басып, комментарий жазып кет, арнаны қолдап кет. Ендеше видеомызды бастап алайық. Сарайыңды ашатын, шаршағанды басатын бос сусынның қазақтар үшін маңызы өте зор. Десек те, ыстық сусынның біршама зияндары бар дейді ғалымдар. The New England Journal of Medicine бірнеше емделушінің шайға қатысты оқиғаларын жариялапты. Онда 47 жастағы әйел күніне 100 қалта шай ішіп, тым қою ішкенді ұнатады екен. Ол 17 жыл бойында осы күрен ыстық сусындарды пайдаланып, ақыры барлық тістерінен айырылып қалған. Сондай-ақ сүйектері тым әлсізденіп, сынғыш болып кеткен. Осылайша флюороза симптомына шалдыққан, ол сүйекте қою шайды көп ішкеннен фтордың көбеюіне әкеледі. Диетологтар шайды күніне 4-5 рет шынаяқтан аспайтын мөлшерде ғана ішуге болады. Яғни күніне 4-5 кесе ішкен ғана дұрыс болады екен. Тамақтан кейін шай ішу темірдің азайтуына мүмкін. Өйткені Калифорния университетінде жүргізген зерттеу тамақтан артынан шай ішу темірдің организмдегі сіңуіне кері әсер ететіндігін дәлелдеді. Бұл темірдің азайып, шашыңыздың түсіп, теріңіздің құрғауына, темірдің анемиясына сақтандырады. Сондықтан дәрігерлер тамақтан соң шайды ең кем дегенде 20 минуттан кейін соң ішкен жөн деп ескертеді. Шай ұйқыны қашырады. Бұған кінәлі кофеин мен хош иістендіргіш заттар. Сондықтан сергітетін әсері бар. Қан айналымын жиілетіп, бүйкүресті бездерді адреналин бөліп, орталық жүйке жүйесі мен орталық ми қоза түседі. Таңертеңгілік немесе күндізгі уақытта шай ішу өте керек. Тек кешкі уақытта емес. Ұйықтар алдында қатты шай ішкіңіз келсе, шөп қосылмаған судың мен көк шай ішіңіз. Және достар, ең соңғы ғалымдардың ескертуі ол аш қарынға шай ішуге болмайды. Өйткені ас қорыту мүшесі бұзылуы мүмкін. Және де екіншісі ол шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауызбен жұтқыншылықта ас қорыту жолдарын күйдіреді. Бұл сусынның суып қалған күйінде де ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайдың тым ащы қылып ішуге болмайды. Ол денсаулыққа зиян. Егер де түн уақытта болса, ұйқыңыз келмей басыңыздың ауыруы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуге болмайды. Ол дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтан алдын немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақтан кейін шайдың арасында 20-30 минут болуы тиіс. Көп мөлшерде шай ішуге болмайды. Қара шай көп пайдалану өте зиян. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерде сақтаған жөн. Қалыпты мөлшерде ащы емес шайдың 4-5 шынаяғы болады. Сондықтан достар, егерде күнде шай ішкілеріңіз келсе, 4-5 рет ащы қылмай, былай орташа қылып ішуге болады. Ал достар, егерде осы видео саған ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кет. Ендеше видеоны қолдап, мен арнама тіркеліп кет. Ендеше аман сау бол.